Тасымалдаушы кәсіпорындарда жүргізушілердің жалақысы әртүрлі. Орта есеппен 55-65 мың теңге аралығында. Олар күніне 15-16 сағаттан жұмыс жасауға мәжбүр. Өйткені ауыстырылатын жүргізушілер жоқ. Сәйкесінше олар демалысқа шыққан күндері автобустар желіге шықпай қалуы мүмкін. Сол себепті тұрғындар тарапынан наразылық туындауда. Қазір техника шамалы, жол нашар. Сол себепті қазір көліктер жиі сынады. Сол себепті маршруттар кешігеді. Зарплат жағы төмендеу. Әркім арендаға алады, қазір автобустар арендовый автобустар. Шағымның көп түсуіне байланысты бұған дейін ПАП нөмірі 1 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қызмет көрсеткен, нөмірі 10 және 14 бағыттағы маршруттар енді Ақжол авто жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне берілмек. 70 шақты аялдаманы қамтып, 80 шақырымдай жол жүретін нөмірі 6 Деркөлдегі Сарыарқа шағын ауданынан Зашаған кентіндегі Балаусы шағын ауданына дейін қатынайтын, нөмірі 7 бағыттағы автобустарға да жолаушылардың шағымы аз емес. Бөлім басшысы Омега ауданында қайта салынып жатқан өткел ашылған соң маршруттарды оңтайландыру жоспарланып отырғанын жеткізді. Демек, бір-бірін қайталайтын қоғамдық көліктердің қозғалысы өзгертіліп, кейбірінің жолы қысқартылатын болады. Үміттен шығатын автобусты селекционный Деркөл ауылына барып жүретін дейді. Ол жөнінде енді халық қарсы болды, халықпен кездестік, қарсы болды. Енді қазір уақытта басқа да амалдарын қарап жатырық. Бөлу жөнінде дегенде былай ғой, біздер үміттен базарға дейін қойғымыз келді. Үміттен базарға дейін. Маршруттың ұзындығы қысқа, уақыты сәті 20 минут емес, 10 минутке дейін қысқаратын еді. Алайда жаңағы тұрғындардың айтуы бойынша менің балам скиде оқиды, институтта оқиды. Ол сонда пересадкамен бару керек пе деген бағытта бар. Ол бөлу жөнінде, қысқарту жөнінде сондай өзінің кемшіліктері бар. Қала маңындағы ауылдар және саяжай аумақтары бойынша 41 бағытта автобустар бар. Жолақы құны 80 теңге. Бұл 2017 жылдың 1 тамызда көтерілген баға. Негізінен жолақысы 207 теңге болуы тиіс. Дегенмен жергілікті бюджет есебінен айырмашылық субсидияланып отырғандықтан әзірге жалақыны көтеру мәселесі туындап отырған жоқ. Бюджет есебінен 2018-2021 жылға дейін бекітілген есеп бойынша 220 миллион теңге шамасында субсидия берілуде. Бұған дейін бірнеше қоғамдық көлікте электронды билет жүйесі енгізілген болатын, бірақ шілде айында бұл жүйе тоқтатылды. Қазіргі біздер басқа да мекемелермен кездесіп жұмыстар жүргізіп жатырық. Енді басты біздің қойып жатқан талабымыз, жаңа біздің 10 мыңға жуық карточка сатылды. Сол карточкалерді интеграция жасап, сол карточкалер жұмыс істейтіндей болу керек деп талап қойып жатырық. Алдағы уақытта электронды билет жүйесі қайтадан енгізіледі. Өйткені еліміздің барлық қалаларында қоғамдық көліктер 2020-2021 жылдары толықтай электронды билет жүйесіне көшуі тиіс. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы.